Уважаемые предприниматели, қайырлы кеш, құрметті кәсіпкерлер. Қазір разбор бастаймыз. Сейчас мы начнем делать разборы бизнесов, предпринимателей. Но у нас сегодня ограничение по времени, поэтому у нас есть всего лишь 1 час, за который мы можем провести эти разборы. Так. Алхамдулилля. Алейкум ассалам. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Так, заходим. Сразу можно написать вопрос. Алейкум ассалям. Рахмет. Алейкум ассалам. Как обычно, да, у нас разгончик начинается. Окей. Пока у нас начинается разгончик, скажу вам пару объявлений. У нас с 11 июня начнется тур по всему Казахстану. И, соответственно, готовьтесь, кто из какого города. Будут у нас практикумы по 2 дня. Будет скоро у нас объявление. Так что скоро объявим, в какие дни, в каком городе мы будем проводить, алейкум ассалям, практикумы по бизнесу. И будет возможность встретиться офлайн в каждом городе, с каждым из вас, с каждым подписчиком. Шукур, Аллах шукур, бәрі жақсы. Все хорошо. Все отлично, долетели. Аллах шукур. О реке помню. Так. Заходим. Ребята, заходим. Жақын арада тур басталады бізде бүкіл Қазақстан бойынша. Практикум өткіземіз, жүйелендіру бойынша жаңа темалар қосылды. Искусственный интеллект бойынша. Мейрамгүл. Балалар дүкені. Атырау дейді. Қош келдіңіз. Алейкум ассалам. Жұлдыз, қош келдің. Жеңіс, добро пожаловать. Как вы? У нас буквально будет 1 час. Так что, ребята, давайте ускоряться. Аллах шукур, Алмаз, шукур, бәрі жақсы. У Расула уточни, пожалуйста, на 20:00 подтвердили. Рахмет. Я не болею, Жұлдыз. Это я просто чихнул. Все хорошо. Асель, қош келдің, какие люди? Все хорошо, спасибо. Ақтөбе қашан дейді? Ақтөбе 28 маусымда. 28 маусымда бізде форум болады. Одан кейін 29-30 практикум болады. Семинар болса офлайн. Семинар офлайн неде болады?
Атырауда так, июньнің басында, сосын июльдің басында 2 рет қойдық біз Атырау мен Ақтауды. Өте көп сұраныс болғасын Атырау мен Ақтауды 2 рет қойдық. Конверсиямыз жақсы Атырау мен Ақтауда, және шәкірттеріміз көп. Так, қазір мен графикті ашайын, точно айтам сізге қашан болатын. Так, Атырауда 17 мен 18 июньде болады. 17-18 июня будет в Атырау. В Актау 15-16. Поэтому ждите. Так, добро пожаловать. Что у нас? Кто у нас здесь есть? О, Алибек. Так, хош келдіңіздер. Добро пожаловать. Ребята, давайте поскорее, у кого есть какие вопросы, давайте мы сделаем. Каждый по своим делам. Попробуем вас пригласить на прямой эфир. Попробуем сделать разборы. Валейкум ассалам. Алибек, қалайсың? Тара-тара-тара-там. С чего начинается трансформация компании? Трансформация компании начинается с трансформации самого собственника. Первое, что начинаете вы менять, в первую очередь начинаю менять себя. Я задаю себе вопрос, зачем я это делаю, куда я иду, что я хочу получить. Дальше, что мне для этого нужно, какая команда, на каком этапе. Поэтому, все хорошо, Астарзидан Долсон. Оба-на, какие люди. Добро пожаловать. Всегда затык в компании, всегда с собственника начинается. Все проблемы от самого себя. Все проблемы. Я являюсь затыком своей компании, поэтому всегда к себе вопрос. Вот сегодня даже я сам проходил разбор, и мне дали такую обратную связь. Вот я уперся, как танк пру. Говорит, а может тебе туда не надо? А может надо по-другому? Вот теперь мы начинаем. Какого человека стоит брать управляющим? Управляющий – это человек, который имеет опыт. И управляющий – это человек, который имеет навыки управления. Это опыт именно в управлении, опыт именно в работе в этой вашей нише. Такой человек лучше всего и легче всего справится. Потому что когда у нас нет опыта, мы начинаем тестировать, пробовать. А из-за того, что неопытный руководитель, он начинает совершать ошибки. Чем больше ошибок, тем больше риск провала. Поэтому здесь у нас в первую очередь мы смотрим на опыт, на нишу. Ассалаумағалейкум, қалайсыз Аслан, амансыз ба? Уалейкум ассалам. Сен алдында осы ой жоқ болып кеттің ғой? Жоқ, заряд бөліп қалды. Бірдеңе болып қалды ғой, сол кезде. Сосын кірдің ба қайтадан, бірақ мен басқа бір разбор жасап кеттім ба ол кезде? Жоқ, қайтып жаздым ғой, сөйтіп оқымадыңыз сіз. Айттым мен, заряд бөліп қалды, кешіріңіздер. Өтіп атқасын, үлгермей қалған шығармын. Қалайсыздар, амансыздар ма? Шүкір, содан кейін бізде практикум болған сияқты, ол сені шақырдым ба, шақырмадым ба, практикум болады деп айттым ғой. Практикум болған, мен үлгермедім, қалада болмадым, Астанада өзім бүгін келдім ше. Қалай, жұмыс қалай? Не істедің, айтқан нәрселерді қарадың ба? Қарадым, бірақ анау, короче, мына нәрсемен қазір проблема болып отыр ғой. Қалай дұрыс процент береміз деген ше. Кімдерге? Менеджер и брокерлерге қазір мен еще не субсидиядан бөлек не боласың ба? Вот біздің офис дәулеттен саласың. Біз осы жақтан офис бұрыштан абағанша.
Молодцы. Офис қазір әдемі болу керек. Иә, офис әдемі болу керек, жақсы болу керек. Бұрындағыдай адамдар подвалда жұмыс жасағысы келмейді. Қазір подвал ғой почти. Міне, Бірінші мынау бізде не да? Бізде мынандай нәрсе бар қазір. Сол айта берейін ба? Ұзақ сөйлесетін сияқтымыз бірақ. Менде жарты сағат уақыт бар. Болды, қараңыз. Мынау бізде мен, короче, дозвон жасасын деп, дозвонға ақша беріп отырмын. Менде екі отдел бар. Біреу брокерский, олар клиент келеді, соларды қабылдайды да. И біреулері соларға клиент шақырады. Бізде офлайн ғой бұл жерде барым, тек қана ше. Енді бізде олар консультант менеджер дейміз, олар лид түседі, лид роп бөліп береді и хабарласады. И соларға мен мынандай нәрсе қойдым. Мен бірінші окладтан бастайық. Оклад қараңыз, оклад менеджер бір айға, короче, егер бір айда 60 пен 40 адам шақыратын берем, 60 пен 80 адам 60 мың теңге, айына ғой. Дәулет, Wi-Fi бар ма офисіңде? Иә, Wi-Fi-да тұрмын негізі. Тут что-то нет, ажырасып кетіп жатыр. Хорошо, ладно, айта бер. Бұл түсінікті, бұл грейдпен, градациямен, иә, бұл оклад, иә. Иә. И мынау, короче, күндік бонус бұл келген адамға беріледі. Мысалға, бір адам мен 5 адамның арасы 1000 теңгеден адам шақырған үшін. То есть офисқа келген, кірген үшін. Міне, вот 15 адам мынау 2,5 теңге. Осылай беріледі. И мынау дозвон үшін бердім, короче. Қалай көп дозвонға отырғызсам болады дедім да, тек осы кезде мысалға. Бір күнде бір менеджер 90 мен 100 дозвонның арасында шықса 5000 теңге беремін. Так, енді бұл қазір көмектесіп жатыр ма? Бұны енгіздің ба? Бұны өзі кеше енгіздің ғой. Сәл-сәл чүт болып жатыр негізі, бірақ қазір менеджерлар шығып, кіріп. Дұрыс, толық текучка болып жатыр ма? Конечно. Қазір қанша адамың бар жұмыста? 13 деймін. 13 адам бар. Қанша жаңадан келген адамдар? Почти барлығы ғой. Бір 3-еуі ма? Бүгін 3-4 айдан бері статфан менеджерлар кетті ше. Ақтауға бір жаққа кетеміз деп. Ояқта жұмысқа кетті ма или қайда кетті олар? Иә, бір батясын жұмыс айтты, соған фура сопровождать етеміз деді. Бірдеңе деді менеджерлар. Өзімді ойлап жүргем что-то уже. Келді-ау, пенсияға шықты-ау деп. Енді Дәулет қара. Любой мотивация адам айлық алғаннан кейін не етеді да, нәтижесін көрсетеді да. Иә. Сондықтан кем дегенде сен енгізгеннен кейін бір ай несін қарауың керек нәтижесін. Одан кейін любой мотивация, мынау сен күшті, сен әдемі аналитический складпен жазып шықтың, бірақ бұны кім есептеп жатыр, кім контроль жасап жатыр? Роп жаңағыдай лидті еще өзі бөліп береді, солай ма? Иә, өзі бөліп, мынаны менеджер өзі бізде 6:30-ға дейін сөйлеседі, 6:30-нан жарты сағат неге отырады ғой чатқа. Міне қара, қандай сенде AMO CRM ба, Bittrex па? Қазір CRM жоқ ше. Срочно CRM енгізу керек. Одан кейін себебі CRM-сіз сенде өте үлкен потеря болып жатыр қазір маркетинг жағынан. Сондықтан CRM дәл ертеңнен бастап енгізіп баста AMO CRM ғой, және CRM-нің ішіне распределение лидов деген бар. Яғни лидтардың барлығын өз автоматты түрде менеджер, активный менеджерларға беріп отырады. Одан кейін ол дополнительный мотивация қандай болады? Бұл қарайды, аналитика жасайды менеджерге, мысалы 5 лид берді, ол оны деген мысалы жарты сағат обработка жасап отыр. Бітті, ол деген келесін бермейді болған. Басқасы тез обработка жасап отқандарға беріп отырады да өзі. Сондай несі бар. Сөйтіп, бұл жерде есеп шығады тез деген. Сонда біздің қазақтарда асыққан тез обработка жасайтын менеджерлерда тестостерон шығады. Бізде не болады? Мынау бізде апталық чек қой, короче, бұсын кассадан да беремін да менше. И аптасына бір чек болатын болса 5-ақ мың теңге алады. Ал уже 3 чек болса ол 10 мың теңгеден 30 мың теңге алады. Әдемі жаздың, бірақ әдемі жазғанмен оны адамдар алып көріп, сосын соны есептей алай ма, есептей ала ма, есептей алмай ма? Міне есептеп қойған, мысалы, мынау бір аптада 72 мың теңге мынадан табылады оларшы. Средний. Міне 72 мың теңге тұр ғой. И міне 72, и 30 мың теңге 100 мың дозвоннан табылады. Дозвоннан. И еще тағы 30 мың теңге қақтан. Мына 30 мың теңге окладты аптаға бөлгенде ше. Осы жақтан табылады. И 75 мың теңге процент
бір менеджерден. Получается, солай істейтінімізде бір аптада 207 теңге табылады ғой. Мықты. Енді соны автоматтандырсан, адам деген өзі есептемей, мысалы, даже таблицаға салып қойшы бұны. Өзі тек қана мысалы таблицаға алады да, мысалы, мынандай дозвон жасадым, апталығынан мынандай көрдім, күндігінен мынандай көрдім деп өзі жаза алатындай, мысалы, күнделікті кешке жазса, сонда көріп тұратын қанша ақша тапқанын. Сонда менеджерге бұл мотивация болады біріншіден. Екіншіден, жұмыс уақыты нешеден нешеге дейін? 17. Азанғы 10 кеше дейін. 10-нан 7-ге дейін, иә. Одан кейін обед қай кезде? 1-2. 1 мен 2-нің арасы. Кофе брейк. Көбі, ол қазір 5 минутқа анда-санда настроение болса істейміз, настроение болса істеткен жоқпыз. Вот, соны істеу керек. Ол робот болып кетпеу керек та, ол адам болу керек. Сол үшін адам болу үшін оны кәдімгідей сен тренировка жасауың керек. Таңертең жұмыс басталды ма, мысалы 9:30-нан 10-ға дейін планерка өткізесің, 5 минутка өткізесің. Сосын біреде генератор бар, ойындар бар әртүрлі. Яғни бұлар жұмысқа кірген кезде андай энергиямен кіру керек та. Бүйтіп сүміреп, ұйқысы ашылмай, мен кофені ішіп жатырмын деп звондап жатса, пока оны раскрутится, 1 сағат, 2 сағат өтіп кетеді. Сол үшін сенің мақсатың күнделікті 5 минутка жасап, олардың энергиясын көтеріп, кәдімгідей сөйтіп соғысқа кіргізіп жіберуің керек қой, заряженный түрінде. Одан кейін бұлар онлайн істейді ау деймін да, сенде бір отдел звондап офиске алып келетіндер да? Онлайн істей ма? Иә. И мынау олардікі былай, олар брокерлер, олар тапшыда, нарықташы. Олар уже как обучение өткен брокерлер, оларға мен мынандай нәрсе бердім. Олар енді, оларға бір сөзім айтқанда ештеңе дей алмайсың ғой. Келсе бересің. Сухой блатной дейсің ғой. Конечно. Оларға былай мына брокер оклад айына. Егер 3 миллион теңге жабатын болса, 200 мың теңге. Бұл это негізі фиксированный оклад қой, мынаушы. 200 мың теңге фиксированный. Мен айттым болсам, фиксированный емес ол, қайтасың, біреуін 3 миллион кіргізу керексің, сол кезде аласыңдар депші. И одан кейін кете береді ғой, 5 миллионға 250, 6 миллионға 300, 400, 500 мен мынаушы. Потолок 450 мың. И мынау апталық проценті брокердікі. 1 миллион 200 бен 1 миллион 600 3% алады, 1 миллион мен нандай алады, мен осылай көрші. Енді Дәулет маған қасына суммасын жазып қой. 1 миллион 200 бен миллионның 600-ның арасында 3% ол қанша екен суммамен жазып қойсаң, адам суммамен түсінеді да, процентпен емес. Сосын жаңағыда айтқандай калькулятор жасап қой, Excel-мен жеңіл ғой, тез ғой істеп қоятын. Соны істеп көрсетіп қой. Әрқайсысы өзінің ақшасын есептейді. Одан кейін сенің бүкіл мотивацияның барлығы ақшаға байланысқан. Сол да қате да. Ақшадан басқа адам ана жерде тағы да бір-бірімен жарыс болу керек. Одан кейін лучший деген кубок жасап қой. Одан кейін сертификат жаса. Одан кейін мысалы апталық ең үздігіне мысалы спаға жібер. Одан кейін мысалы айдың үздігіне мысалы деген тағы бір сыйлық бересің, білмеймін там. iPhone бересің ба, бірдеңе бересің. Немесе ол негізі ең жақсы не ғой, путешествие ғой, саяхат. Саяхатқа билет, Дубайға билет, не десең, кәдімгі розыгрыш жасайсың, аналарды қоздыруың керек та. Сен тек қана ақша жағын істеп қойып отырсың, ақша мотивация болмайды ешқашан. Ақша, окей, KPI солай тұра берсін. Енді сен соның үстінен қосылатын нәрсені өзің есептеп айтуың керек. Мысалы, мынандай квартальный лучший результатқа деген мен мынандай не берем, командный результатқа жылдың аяғына бүкіл командаға путешествие берем деп сөйтіп жазуың керек. Одан кейін не материальный мотивация, бұл жерде орта, одан кейін оқу, дамыту, сонда жұмыс жасауың керек. Одан кейін кілең жастар ғой, иә? Жоқ, жастар. 90 әр жақта жастар ғой. Солар енді жас деп саналады ғой олар енді. Олар скуфтар емес қой енді. Оларға тусовка керек, оларға орта керек, оларға әртүрлі мысалы концерт болсын, киноға бірге бару, яғни орта керек та, тусовка жетіспейді. Сен олармен адам ретінде қалай сөйлесетінді. Одан кейін мысалы бір ұстаздар шақыр, имамдар шақыр, рухани жағынан сабақ бер. Одан кейін бір врач шақыр да, жаңағы денсаулық жағынан жаңағы не бер оларға. Сонда олар түсінеді да, олар тек қана бұл жерде ақша емес, басқа да нәрсені алып жатыр. Маған Дәулет мені ойлап жатыр. Дәулет маған деген жақсылық жасап жатыр. Менің денсаулығымды, менің рухани жағымды, менің ортамды, менің білімімді, менің тағы басқа жағымды, әрқайсының құндылықтары бөлек қой. Соны сен кәдімгідей жазып шығып, солармен жұмыс жасау керек. Одан кейін ENPS деген бар, Employee Net Promote Score.
сенің жұмысшың қаншалықты разы екен, соны нетуім керек. Қазір мен сұрақтарын айтып шығам. Мысалы, қандай сұрақтар қоямыз біздер оларға? Өте маңызды нәрсе сол. Қазір соған тереңірек тоқтайық. Себебі көбісі оны білмейді да, оны істемейді. Бұл адамды жұмыста қалу техникалары ғой жалпы. Иә. Адамда жұмыста ұстап қалу, адаммен ары қарай терең жұмыс жасау. Яғни, сенің қазір текучкаңның проблемасы сода ғой. Сен тек қана өзің сияқты ойлап отырсың да, ақша табасыңдар, давай келіңдер, давай движняк істейміз деп айтасың. А оларға ақша емес маңызды. Олардың әрқайсының өзінің жаңағыда ойлау деңгейі бар да. Мысалы, біреуге мысалы 500 мың алса, сол жетеді. Себебі миында ограничение бар. Оның кішкентай кезінен миына құйып тастаған. Ертең сен көп ақша тапсан, сен жаңағыдай жезөкше болып кетесің, көп ақша тапсан, наркоман болып кетесің, көп ақша тапсаң, сен лудоман болып кетесің деп миына құйып тастаған. Мысалға айтамын да, пример, бәрінде емес, енді кейбіреулерінде сондай болуы. Сондықтан сен сол жағын қарауың керек. Мысалы, ең бірінші сұрақ: я четко понимаю свои цели и задачи дейді. Әр жұмысшы өз орнында өзінің мақсатымен, жаңа тапсырмасын біле ма, білмей ма? Соны қарау керек. Ернар? Мен сол ропын жазып алсыншы, сол. Ош, магазинге кетіп қалды. Нетсең, одан кейін мына прямой эфирді қарап отқандар сөйтіп маған жазса, жаңа ENPS-ті беріңізші деп, мен неге ссылкамен жібере салам, директке саған да жібере салам. Самылан жазсаңдар болды. Соны бере салам. Екінші сұрақ: за качественно выполненную работу я регулярно получаю благодарность или похвалу. Яғни, олар бір жақсы нәтиже шығарған үшін сен оларды мақтайсың ба, или ризашылығыңды білдіресің ба, білдірмейсің ба, или айтасың ба, нормально, ақша төлеп жатырмын ғой деп отырсың ба? Оларға сол эмоциональный жағы маңызды да. Эмоционал жағынан сен оларға поддержка беріп жатсың ба, беріп жатқан жоқсың ба? Одан кейін келесі: на работе прислушиваются к моему мнению по улучшению процессов деятельности компании. Саған келіп айтады: дакет, мен деген алдыңғы компанияда осылай істеп едім, осындай ұсынысым бар дегенде, қойшы, мозганы итермеші, бар жұмысын жасашы деп сен қайта жіберу мүмкінсің да. Ол да кәдімгідей өте үлкен мотивация береді. Менің бастығым менің айтқанымды тыңдап жатыр деген. Түсінесің ба? Сенен басқа ропта бар ғой, ол да сөйтіп нетуі мүмкін. Одан кейін төртінші сұрақ: у меня есть все условия для качественного выполнения своей работы. Яғни, ол түсіне ма, условия беріп жатқанын түсінбей ма? Мысал деген, бұл условия не болың? Жұмыс орны, одан кейін тапсырма, оборудование, білім. Сол жағынан қарау керек. Сен ойлап отырсың, бәрін беріп отырмын деп, ол ойлайды, жоқ, маған андай кресло емес, маған мынандай кресло керек деп айтады. Одан кейін, мне нравятся задачи, которые я выполняю. Ұнай ма оған, ұнамай ма істеп жатқан іс-әрекеттері, тапсырмасы. Может, оған деген ана клиенттерге звондаған ұнамайтын шығар, может, оған дайын клиенттермен общение жасаған ұнайтын шығар, а может, басқаша болып. Сондықтан соны нақты білуіміз керек. Ұнай ма, ұнамай ма істеп жатқан жұмысы. Келесі: мой руководитель, коллеги проявляют заботу обо мне не только как о профессионале, но и как личности. Яғни, тек қана жұмыс бабы емес, кәдімгідей адами тұрғыдан қарым-қатынас бар ма, жоқ па? Өз арамызда орта бар ма, жоқ па деген сұрақ қой. Соны түсіне ма, түсінбей ма олар? Соны саған кері байланысын айтады. Бұны анонимный вопростар қоямыз. Яғни, распечатка жасасына бересің, өздері толтырады, иә, жоқ деп толтырады. Түсінікті ғой, сөйтіп сен жинап аласың да, білмейсің кім жауап берген. Одан кейін компания поощряет и способствует моему росту, развитию. Ол түсініп жатыр ма? Сен бұл компанияда бұлар дамытып жатқанын түсініп жатқан жоқ па? Или саған бәрібір деп ойлай ма? Соны сен қарайсың. Кері байланыс қой бұлардан. Одан кейін, моя работа важна для достижения общих целей компании. Жалпы компанияның мақсатына ол өзінің жұмысы маңызды екенін түсініп жатыр ма, түсініп жатқан жоқ па? Мысалы, мынандай пример бар да. Boeing деген компания бар, самолет шығаратын, сол жерге комиссия келеді. Комиссия келсе, бұл пол жуып жүрген бір әйел алады да, жаңағы бір пол жуып атады да, бір комиссияның аяғына тиіп кетеді ғой, швабрасымен. Сосын айтады: что вы здесь делаете десе, сонда анау айтады: мы здесь собираем самолеты Boeing дейді. Я пол бою деп айтпайды, мен пол жуып атырмын демейді ол. Біздер самолет жинап атырық дейді. Яғни, өзінің жұмысын, тазалықты, сол самолетті жинауға кәдімгідей қомақты жаңағыдай көмек екенін соны түсініп отыр. Анонимный болса, сосын қалай түсінеміз дейді. Жалпы түсінесің, сен жалпы компаниямен жұмыс жасайсың ғой. Егер анонимный болмайтын болса, онда олар шындықты айтпайды.
Нұри Ермек деген сұрақ қойып жатыр, соны шындықты айтпайды олар, анонимный болмаса. Олар өтірік саған жағымпаз әңгімелерді айтады. Сондықтан олар қорықпау үшін анонимный болу керек. 9-шы сұрақ бұл жерде. Мои коллеги ответственно подходят к выполнению задач. Бұл жұмысшы түсіне ма, жаңа қалған командасы нәтижесін шығарып жатқан, или түсінбей ма, или тек қана мен барлығын істеп жатырмын деп ойлай ма, единоличник па, единоличник, соны түсінеміз. Одан кейін, за последний квартал со мной беседовали руководители о моем прогрессе и достижениях. Яғни әр квартал сайын, 3 ай сайын біздер жұмысшылармен сөйлесуіміз керек. Қандай нәтижеге келді олар, қандай достижение болды, не істеді, және соны қалай жақсартуға болады, немесе қандай косяк болып жатыр, қалай өсу керек деген сұраққа жауап береді. Келесі сұрақ. Если у меня есть желание расти и развиваться в компании, я знаю, какие дальнейшие шаги для этого мне нужно дейді. Яғни мен ары қарай компанияда өскім келсе, дамығым келсе, мен не істеу керегін білемін дейді. Соны біле ма, білмей ма, соған да жауап береді. Иә, жоқ деп береді ғой. Мысалы, сенің ойында бар ол, бірақ олардың ойында жоқ. Олар білмейді қалай өсу керек екенін. Одан кейін, я готов рекомендовать компанию, там, қалай, Даулет консалтинг па? Даулет консалтинг как надежного работодателя. Міне, ең маңызды сұрақ мына жерде. Бұлар өздеріне ұнаса, басқаларына рекомендация жасайды, басқа өзінің бірге жұмыс жасаған, бұрында адамдарын өздері бірге тартып алып келеді. Сол керек та бізге. Сол жерде рекомендация жасаса, значит, ұнайды, жасамаса, ұнамайды деген сөз ғой. Сол үшін мысалы қазір істеп жатқан адамдарға былай айтуға болады. Егер сіздер өзіңіздің бұрынғы жұмысшыларыңызды, таныстарыңызды бері қарай алып келетін болсаңыз, олар мысалы жақсы нәтиже көрсетсе, онда 2 айдан кейін әрбір әкелген адамға мен 50 000 теңгеден беруге дайынмын деп айтсаң, сонда олар өздері тартып бастайды. Сонда сен сатпайсың. Сонда текучканы тоқтатады, өздері мотивация береді, аналарды тоқтатып қояды да, 2 айдан кейін адам үйреніп қалады ғой, сіздің компанияда істеп жатса. Түсінікті ғой, иә? Одан кейін 14-ші сұрақ. Оцени эффективность своей работы по 5-бальной шкале. Өзіне баға қой дейді. Сонда көреміз өзін қалай бағалап жатқанын. Мүмкін сен жақсы оқытып жатсың, нетіп жатсың, бірақ ол деген өзін төмен бағалайды да, сол үшін ол да сата алмайды. Ол да проблема болады да сату бөлімінде. Себебі өзіне сенімділік деген жоқ. Ол өзінің психикалық жағынан проблема. Сен бүкіл құрал беріп жатсың, үйретіп жатсың, бірақ ол сата алмайды. Бола ма ондай адамдар? Болады. Енді бұл 14 сұрақ иә немесе жоқ деп жабық сұрақтар беріледі. Және 2 сұрақ бар, ашық сұрақтар. Оған өздері еркін түрде жауап береді. Мысалы, соңғы жарты жылдың ішінде қандай өзгеріс байқадың сен компанияда деп. Сен міндетті түрде әртүрлі өзгерістер, құралдар енгізіп жатсың, бірақ олар оны байқап жатыр ма, байқап жатқан жоқ па? Сол сұраққа жауап болады. Сонда сен көресің, көріп жатыр ма, көріп жатқан жоқ па, сен өзгертіп жатқанын. Может, бағаламай жатқан шығар. Одан кейін сен өзің жұмыс жасау үшін, жаңағы эффективность көтеру үшін не көмектеседі саған? Досым айтады, маған эффективность көтеру үшін, мысалы, жұмыста холодильник жетіспейді, кофе машинка жетіспейді, маған тағы бір нәрсе жетіспейді деген сұрақ болуы мүмкін. Енді менде тағы бір нәрсе көрші, менде істеген 3 бала бар да шы, саталады, бірақ оларда осы кезге мынандай ғой, тәртіппен жұмыс еткізу қиын, жұмыстан кешігеді, минут аз шығарады. И солар бірақ менде 3 ай болды істеп жатқандарына шы. И бір менеджердің өзімен осы проценттен қателескенін білмеймін, дұрыс. Манадан кейін де қалай болатынын точно не знаю. Бір айда 700 000 теңге ма айлық алған бір менеджер. Сөйтіп сол менеджерға не істеп жатыр, и тұрғанда бұлар сатып жатыр, бізде субсидия сатады ғой. Субсидия, и біз субсидия, мысалы, инстаграмда тұр, доғыр мен өзімді айтамын, гарантия жоқ, гарантия беріп сатпаңдар. Ол мемлекетте жұмыс үшін болмайды деп ше. Ол харам болады ғой. За гарантия болса, значит, ол мошенниктер, өтірік айтатын адамдар. Себебі сен тырысасың, оған консультация бересің, консалтинг деген сол ғой. Сен өзің ақылын айтасың, қысқа жолды көрсетесің, қалай заң жағынан құжаттарын беретін. Ол ала ма, алмай ма, ол нәтиже өздеріне. Осы жақта сияқты. Енді бір қазір бір нақты ақылдасың. И сөйтіп соларға мен кеше сөйлестім де, короче, клиенттеріңе звондаймыз деймін ғой. Жоқ, мынандай ол не жасайды ғой. Короче, бізге договор толтырылады 340 000-ға, бірақ клиенттің қолында 380 000-нан договор ғой, короче. И 40 000 теңге өзің каспиіне сабаған, короче, оны білмейміз біз. Сөйтіп артынан ашылады. Сөйтіп нервім фрезіп алайын, что там, не істеп жатсың сен? Қуасың ба? Не саған былай да былай не істеп жатсақ деп, кешіріңіз сені қайталамайды, бір рет не істеп қойдым, каканы сені ақталмаймын осындай андай деді. Болып дедім, келесің, келдік, сөйлестім екеуімен.
короче бұл субсидия вообще гарантия возврат жоқ деген айтасыңдар клиенттерге. Сөйтіп айтады, олар ойлады, онда біз сата алмаймыз деді. Бізде мысалы осы сізбен олар былай жатып қойған. Короче, мен мысалы айтамын ғой, бүйтіп гарантия возврат жоқ, бірақ біздің жұмысымыз результаты осылай болады деген сияқты нәрсемен ше. И ол тұрады да мынандай нәрсе айтады ғой. Короче, гарантия бар деп те айтпайды, жоқ деп те айтпайды, короче. Оны қара, бүйтесің. Ана әрбір столға, әрбір клиентпен жұмыс жасардың алдында ана памятка болады. Памятка деген инструкция ғой. Мысалы, бізде мынандай олар айтпай тұрған нәрсенің бәрін жазып қою керек. Біз гарантия бермейміз. Біздер осындай қызмет етеміз. Осылай барлығын айтып түсіндіретіндей ашық анық сөйтіп жазып қою керек. Және столға қояды, адам қол қояды соған. Сонда сөйтіп қана сен өзіңді нетесің, қорғай аласың. Одан кейін екіншіден, бұлар жаңағы ақшаны ұрлағанның көрсеткіші, ненің көрсеткіші? Бұлар сенің құндылықтарыңды бөлмейді. Яғни олардың құндылықтары жоқ. Олардың мақсаттары ақша, олардың мақсаттары жаңағы тойымсыз нәрсе ғой, адам деген ақшаға былай қарағанда. Ақша. Сондықтан бұл жерде сен рухани жағынан құндылықтармен жұмыс жасауың керек. Не үшін жасап жатыр, қандай миссиямыз бар, қандай пайдалы нәрсе істеп жатыр. Адамдар бұл субсидияны алып, ары қарай деген кәсіптерін дамытады. Ары қарай кәсіптерін дамытса, жұмысқа адамдарды алады. Одан кейін салықты көбірек төлей алады. Одан кейін өзінің отбасын ары қарай қамти алады деп, сөйтіп біздер айтып түсіндіруіміз керек. Яғни сен ары қарай жаңа айтып отырмын, корпоративный культурамен жұмыс жасау керек қой. Соны үйрене алмай қойдым. Неше жыл болды. Құндылықтармен жұмыс жасау керек. Вообще дәулет деген тек қана ақша емес. Дәулет мысалы деген бұл қайырымдылықпен айналысады. Дәулет деген мысалы адамдарға көмектеседі. Біздің кәсіптің мынандай пайызын мен мысалы садақаға беріп отырмын, соны айтып түсіндіру керек, көрсету керек. Бұлар деген тек қана ақша емес, басқа да құндылықтарға байлану керек. Ақша ешқашан құндылық болмайды, ақшаның ешқашан мотивация болмайды. И сол клиенттермен сөйлестім де, айттым. Короче, гарантия возврат жоқ деген айтасыңдар бір. И продажадан кейін директ радиопродажа бар ғой. Соған личный тапсырма беру. Договорды полный тек қана өзің толтырасың. И каждый клиент оплатаға звондайсың, сұрайсың, қалай сатты, не түсіндірді сізге, талаптарға сәйкес келесіз ба, гарантия возврат жоқ айтма. Соны естіп те, короче, онда біз сата алмаймыз деді ғой. Онда оларды шығарып жіберу керек. Негізі ұрлаған адамды шығарып жіберу керек. Ол бір ұрлаған адам, ол ары қарай ертең нетіп отыра береді сөйтіп. Еще намаз оқитын бала ғой. Ол намаз деген мынандай нәрсе түсіну керек қой. Намаз, хиджаб, сақал деген ол адамның өзінің Алламен өзінің жаңа интимді қарым-қатынасы. Ол ешқандай ол намаз оқиды, бітті, ол адал болады деген ешқандай гарантия жоқ. Өзімен өзі, ол енді мұсылман деген просто не да болды. Ол күнәһар болуы мүмкін мұсылман, это нормально. Так что біз оны талайын көрдік. Насчет вебинар. Енді мен, короче, вебинар жасайын деп отырмын, субсидия, короче, қояйын деп отырмын, ипотекамен кредитование қойыптым ғой, субсидияны неғылған сайын, жылдың ортасы болған сайын бюджет жұқарады, сонымен азаяды. Сөйтіп мен субсидияға енді бір, короче, потолок вебинар жасайын деп отырмын да, 2025 жылдың соңғы субсидиясына үлгеріп қалды деп ше. И осыда менің сатқым келіп жатқан нәрсе, короче, мен үйттім, осыған анализ жасап көрем қазір. Кеше осы идеяға келдім, бір өзім дос балам ғой, сөйлесіп тұрмыз, Дәулет, менде ИП бар, осында сотрудник бар, давайте не істеп берші дейді. Субсидияны жасап берші, жоқ, үйретші дейді. Мен айтам, үйретпей, біздің услугамызды ал, мен саған төлеп берейін деймін ғой. Жоқ, маған үйретші дейді да. Маған үйрет, мен өзім жасап, өзім біліп отырайын, и дальнейшем біреулер тұрында опа күте тұршы, үйге барып ойланып не істедім. Десем, мынандай нәрсе жасауға болады екен. Субсидияға ертең вебинар жасаймыз, 2025 жылы сол субсидиясын адам кіреді ғой, осыған 3 услуга қоссам, короче. Онлайн обучение, осы субсидия бойынша қалай үйретеміз, кімдер ала алады, өзіңе жасап ал, басқаға жасап ал. Бірақ аудитория клиент кәсіпкерлерді шақырамын да. Кәсіпкерлерді шақырамын. Кәсіпкерлер келеді, и осыларға мынандай нәрсе. Біз онлайн үйретеміз, короче, полный, да, и то, короче, бүкілінше, осы именно бос жұмыс орындарын субсидиялау бойынша сотрудниктер қалай алады, кімдер алады. Онлайн обучение бағасы примерно 150 мың теңге, офлайн бағасы 300 мың теңге. Егер жоқ, мен жасамаймын, басында ауыртпаймын, мен кәсіпкерім десе, біз жасап береміз, гарантия жоқ, 400 мың теңге бірақ. Осы үшеуін сататын болсам, қалай? Бірақ осы кезде енді мынандай ғой, короче, қалай әкелсем болады, қандай лид магнит әкелсем болады вебинарға. Именно мен осы продукттарды сату үшін. Біріншіден саған екі тілде жүргізу керек, қазақша, орысша.
сенің жаңағыдай орысша сөйлейтін бір спикер бар ма, или өзің ба сөйтіп үйренуің керек. иә. Сен аудиторияның жартысын кесіп алып тастап отырсың ғой. Сондықтан аудиторияны бұл масштабный не жасау керек, запуск жасау керек. Ол үшін екі аудитория екі тілде сөйлеу керек. Біріншіден. Екіншіден, лид магниттер бұл жерде тестілеу керек, яғни каздев жасау керек. Каздев жасап, әрбір кәсіпкерлермен сөйлесіп, сен түсінуің керек, олардың қандай проблемалары бар. Мысалы, олар қандай субсидиялар бар екенін білмейді. Мысалы, соған мен лид магнит жасар едім, иә, мысалы. Егер сен үкіметтен қандай субсидия алуға болатынын білгің келсе, төмендегі сілтемені басып, тегін жүктеп ал дейсің. Және жүктеу үшін бұл деген телефон номерін қалдырады, нетеді, сөйтіп, значит, сен целевой екенін білесің, ол кәсіпкер, және бұл чек-лист оған керек екен. Сөйтіп алады да кіреді да қарайды, қандай нелері бар екен. Содан кейін хабарласасың. Білдіңіз ба? Иә, білдім. Енді қараңыз, енді оны қалай алу керек деген сұраққа біздің вебинар болады, соған қатысыңыз деп, соған шақырасың. Одан кейін оны вебинарды бір жазасың да, одан кейін автовебинарға айналдырасың да, өркіртесің ғой. Енді оны мен қай кезде жібергің келіп отыр ол вебинарды? Дауысыңыз естілмей не дейсіз соңғы? Қай кезде жібергің келіп отыр ол вебинарды? Келесі айдың примерно 4-не қоям. Осы бізде уже 2 рет вебинар болды ғой. 2 рет вебинар болды. Енді менің жасайтын вебинар, короче, бана 3 продукты. Бұл өзім мен ойлаймын, более-мен нені сатам, по-любому онлайн обучение ше. Кураторлар қоям, бағасын тиімді қылып қоям, бірақ за количествоға жұмыс істеймін қазір, короче. Өзің үйренесің, өзіңе жасайсың, өзгеге жасап аласың. Болғасы еще миыңда қалады сенің. Сен қанша уақыт үйретесің? Жаңағы 150 мыңдікін қанша уақытта үйретесің? Ол жерде примерно енді бізде ат үйде процесстер бар, примерно бір 8 процесстен тұрады. Бағанағыдай бірінші еңбек кезекке тіркелу, окейтін дұрыстау, заявка тастау, жұмысты сұрап отырмын, бір айда үйретесің ба, 2 апта ма, неше күн? Жоқ, былай жасалады, короче, бізде онлайн соған как положено кураторлармен бірге бір ай келе байланысты, в общем-ше, бір ай келе байланыс. А так 10 видео сабақтан едім, 10 видео сабақты алғаннан кейін ол уже біледі ғой, қалай істеу керек екенін, не істеу керек. И білмеген куратордан сұрап отырады, куратор жауап беріп отырады. Все, дұрыс, әдемі. Қазір саған сразу воронканың бағасын айтып кетейін. Әрбір лидтің бағасы примерно 1 мен 3 доллардың арасында болады вебинарға. Одан кейін вебинардан примерно бір 3% конверсиямен шығады ғой бұл адамдар, сенде сатылымға неге. Сондықтан сразу бірден есепте қанша маркетингке қанша ақша саласың, қанша ішінен шығады деген. Жоқ, бізде қараңыз былай. Біз алдыңғы вебинарлардың несін айтайын ба? Иә. Алдыңғы вебинарда бізде кірген адамдарға сатқанымыз 25%. Жоқ, ол кіргендер ғой, мен жалпы лидтің санынан айтып отырмын. Ал ол кезде лид былай, короче, 3200 лид таргеттен түсті, база емес. И лидтің бағасы 270 теңгеден болып, 273 күн таргетте 3,5 лид әкелдік. И оның одновременно вебинарда отқаны 800 адам. Одновременно отқаны 800 адам. И мен сатып атқан кезде қанша? 400 бір бәлі адам не қылды. И содан 25% конверсия бұл неге айтпақшы? Предоплата, несімен бірге, полный суммасымен общий, да? Общий. Ал ары қарай чисто продаж 25%, 5% құлады, қалғандар сатып алды. Керемет математика, енді өзің есепте қанша ақша шығара алатыныңды. Мен енді байыстайын, таргет запускқа жетіледі бір апта, и таргетке кететін шығын 2,5 миллион теңге, и 500 мың теңге ойнатылатын нәрсе бар. Сол жерде сместі, еще соңғы субсидияда өткіземіз ғой біз. Дәулет, бір апта өте аз, кем дегенде бір 2-3 апта жүргізу керек, чтобы ана креативтер өзінің несін шығаратындай. Одан кейін лид магниттан кейін вебинардан кейін жаңағы неңді сатасың, 150 мыңнан кейін негізі основной продукт сатуға болады саған ары қарай. Основной продукт услуганы ма? Услуга тек қана услуга емес, основной продукт мынандай болады. Мысалы, сен айтасың, бәрі сен сияқты емес қой, клиент шақыра алмайды, сата алмайды. Мысалы, айтасың, 1 миллионға менің сопровождением бар деп. Мысалы, 3 айлық, сол 3 айдың ішінде 1 миллион теңгеге мен ары қарай толық сізді, мысалы, нәтижесінен шығару үшін өзім көмектесем деп. Сөйтіп, тек қана 10 орын дейсің да, оны VIP группа қылып, бөлек тағы да 10 миллион жинап алуыңа болады. Мен былай ойладым. 150 мың теңге онлайн сабақ кураторымен бірге, бұл обучение. И 300 мың теңге ол офлайн бір ай аптасына 2 рет келіп кетеді. Бұл жақта мұғалім қыздар үйретеді ғой. Бір айда 4 рет келеді.
бұл 300 мың теңге, и соның ішіне 300 мың теңге алған. Менен, короче, как бір разбор ғой, соларға полный түсіндіретін ше. Бір разбор сөйлесетінге, и 400 мың теңге біздің сопровождение. Основной продукт сату керек сен мені түсінген жоқсың Дәулет. Саған қымбат продукт керек VIP клиенттерге. Егер кәсіпкерлердің аудиториясына шығатын болсаң, қымбат нәрсе сату керек саған. Себебі кәсіпкерлердің аудиториясы кішкене платежеспособный болады, және маркетингтің бюджеті кішкене көбірек кетуі мүмкін. Сондықтан айтып отырмын ғой. Мен былай жасай едім, короче, через сайт өткізсең, лидтің бағасы қымбат болып кетеді ғой. Через сайт өтсең, зато лидтің конверсиясы жоғары болады. Осы нәрсеге мен Сен Дәулет бір жол таңдама. Сен әртүрлі гипотеза, әртүрлі связкалар жаса. Тікелей заявкадан WhatsApp-қа өтетіндей, Instagram-нан. Тікелей Instagram-нан сайтқа өтіп, сайттан лид магнит алып, содан кейін вебинарға өтетін қыл. Немесе тікелей сайттан вебинарға өтетін қыл. То есть әртүрлі связкаларды тестлеп көрді, қалай болады екен. Бірінші Instagram-нан лид магнит алады, одан кейін менеджермен обзвон жасалады, или роботпен, одан кейін вебинарға ұсыныс болады, сөйтіп келуі мүмкін. То есть әртүрлі воронкалар жасауың керек. Бір нәрсе қаталып қалма. Соның связканың ең арзан және ең конверсионный несін ең көп қайсы алып келеді, соған қарай сен уже жұмыс жасайсың. Хорошо? Мен сайтқа әкеп көрдік бізші. Лидтің бағасы $1, $2 болып кеткеннен кейін мен ана вебинарда солай болды ғой. 5 күн қойдық, 2 күн таргетке неге істедік. В общем, атпайды, лид түспейді, через сайт арқылы сөйттік та. WhatsApp-қа дедік, WhatsApp-тан 270 теңгені алдық, общий лидтің бағасы. Енді қара, бұл жерде сайттың несі түсініксіз болуы мүмкін, сондықтан қарау керек бұл жерде. Негізі әртүрлі воронка. Одан кейін $1, $2 деген ол арзан. Сен егер өзің немен санайтын болсаң, 25% дедің ба, $100-дан сонда 25%, 25% қанша доллар болады сонда бір ненің? Білмеймін. Бір продажының бағасы, санашы енді бір продажы. Қанша сенде расход маркетингке кетті, және қанша продаж болды, бөлші соны. Customer acquisition cost дейді оны. Шығын қанша кетті маркетингке? Маркетингке шығын қанша кетті? Таргеті бар, анау несі бар. В общем, 2 миллиондай кетті примерно. Аха, одан қанша продажа болды? Одан продажа 18 миллион болды ғой примерно. Жоқ, қанша адамға саттың? Қанша? 74 па сондай. Вот, сенде бір клиенттің бағасы 27 мың теңге. Ё-ма. Жоқ, қымбат па не? Қымбат қой? Арзан ол. Бір клиент 27 мың? Иә, менде білесің ба, бір клиенттің бағасы қанша шықты? Қанша? 1 миллион шықты. Ол қалай сонда 1 миллион? Вот солай. Жоқ, ол жерде. Сен $1-2 болып лидті сондай болып сөндіріп тастасаң, менің лидім бағасы $10-дан басталады ғой, $50 дейін барады мен бір лидтің бағасы. Жоқ, тегеді. Вот, нарық сөйтіп ары қарай қымбатса береді. Сондықтан бұл жерде тек қана бірінші продаж емес, LTV-мен де жұмыс жасау керек. Ұзақ мерзімді. Убеждение емес па? Бұл убеждение емес па? Жоқ, убеждение емес, бұл практика. Жылдан жылға қымбатсып жатыр. Жылдан жылға. Сондықтан біздер маркетинг жөнінде қараған кезде біз тек қана негізі инфобиз ең қымбат маркетинг қой. Соны түсінуіміз керек. Екіншіден мынандай нәрседе маркетингтің бағасы жылдан жылға қымбатса береді. Сондықтан біздер пиарға жұмыс жасаймыз. Узнаваемызға таргет тек қана лид әкелмейді, ол әртүрлі нелер нәтиже әкеле алады. Мысалы, узнаваемызды әкеле алады. Одан кейін нені брендке пиар болуы мүмкін, подписчик әкеледі. Сөйтіп біз қараймыз, қай жағынан бізге алып келетінін. Өзі мен мойындадым, сіз мынау жекеңізге жібердім, қараңызшы. Нені жібердің? Сіз жекеңізге қарасам шықпай ма или? Мен шығып кетемін ғой онда. Жоқ, онда несе. В общем,
Товаркада 27 мың қымбат сияқты дейді. Товаркада 27 мың қымбат. Бағасы ипотекаға 111 теңгеден шықты ғой. Литтің бағасы да бұл бірақ. Қымбат деген нәрсе жоқ қой. Сен мынандай нәрсені түсінуің керек та. Бұл литтан мен қанша пайыз ақша шығарам деген сұрақ қой, сол болды. Одан кейін воронка қысқа болады, воронка ұзақ болады. Сондықтан воронканы түсіну керек бұл жерде. Жоқ, барлық айтады да, біз бір адам наставында да несінен айтады. Таргет есептеледі, ол қанша салдың, қанша шығардың. Если оккупация етсе жақсы дейді да. Иә. Ал менде мысалы осы кез келген шүкір 2021-ден бері таргет оккупация етпеген кез болмағанша. Енді қандай шешім? Мен бағана сайтқа түсіретін болсақ просто лид мен андай ғой, мысалы сайт қой 2 апта депші. Иә. Лид суып қалады ғой ол кезде. Жоқ, суымайды. Сенде мынандай болады, мен автовебинар деп айттым ғой. Автовебинар деген ең бірінші сен деген бір вебинарды өткізесің да, сосын соған қоса бересің күнделікті. Ол күнде 7-де болатын вебинар ғой, күнде 8-де, 9-да, күнде 2 рет жіберуге болады. Бізде айтпашы, мен автовебинарда қанша 11 полный оплатағам келесі күні сол кезде. 11 оплата. В общем, мына жерде қандай не көріп отырмын, мен ақау көріп отырмын. Дәулет слишком умный. Сондықтан бәрін білетін болғасын, бәрінен қорқады. Сондықтан біздер не дейміз? Алла Тағала берекетті 2 нәрсеге байлаған. Біріншісі бұл тәуекелшілік, рисковать етіп үйрену керек. Есептеп қарайсың да, нормально ма, вперед баса бересің. Сенде мүмкіншілік бар, пока ол субсидиялар бар, сен ұрып алуың керек, ақша жасап алуың керек. Одан кейін уже диверсификация, жүйе құрастырасың, сосын диверсификация жасайсың. Диверсификация деген басқа бизнестерге де, басқа направленияларға да бүйтіп өтуің керек. Яғни мынау саған ақша келетін дойный корова болу керек қой. Неде сосын сотрудниктер бүйтіп айтады, выгорать етіп кетіп жатырмын дейді. Көбісі. Иә, дұрыс. Ол не үшін выгорать етіп білем, мен кінәлім ғой, соғанша білем да, бірақ қандай білмеймін. Бір мысалы системаны қойдық, бұның өзін жүйеге отырғызып, бағана 5 минутқа ол дегенде, короче, бір рет үйретесің директорыңа, сол нәрсе бүйтіп қайталанып жасалына беру керек қой. Бұл жерде қай жерде қате? Бұл жерде Дәулеттің қатесі жаңағыдай ожиданияда ғой. Дәулет ойлайды, қазір бір рет істедім, болды, ары қарай өзі істей береді деп. Жоқ. Ондай емес. Ол өмір бойы істелетін нәрсе ғой. Біріншіден дұрыс адамдарды алу керек. Түсініп отырсың ба? Сенің мысалы басшылардың тәжірибесі жетіспеуі мүмкін. Одан кейін екіншіден сенде CRM жоқ, не жоқ, ол қалай оны автоматтандыруға болады? Сен бір рет қалай нетесің? Ол әрқайсының настроениесіне қарай жұмыс жасайды. Енді жаңағы сұрағыңа жауап берейін, выгорание туралы. Выгорание неден болады? Біріншіден өздерінің ожиданиялары бар. Ожиданиемен реальность сәйкес келмей қалады да. Олар ойлайды, қазір деген робот құсап, мен звондаймын, өзіме там iPhone сатып аламын деп. Звондайды, iPhone сатып алады, сонымен эмоциясы кетіп қалады, энергиясы жоқ. Содан выгорать етеді. Екіншіден орта жоқ, қызық емес оларға. Олар жұмысқа ортаға келу керек. Мысалы, қалай қазір адамдар экономдап жатыр жаңағыдай айлық жағынан. Егер айлығын аз төлегің келсе, онда сен мықты орта құрастыруың керек. Адамға жұмысқа қызық болғандықтан келетін үшін. Түсініп отырсың, ол 700 мың үшін келмейді. Ол мейлі 300-400 мың алады, бірақ жұмыста қызық болса соған келеді. Менде ондай адамдар бар жұмыста. Оларға өте қызық, сол үшін олар төмен ақшаға келуге дайын. Түсініп отырсың ба? Немесе мысалы кейбір ассистенттер нелер бар, басқа компанияларда жұмыс жасайды. Бізге одан да арзан және аз ақшаға келіп істейді, себебі біздің командада қызық оларға. Бізде постоянно тимбилдинг болады, бізде обучениялар болады, бізде новый клиенттер болады, бізде қызық, сол үшін келеді бізге. Соны түсінуіміз керек қой. Одан кейін выгорание неден болады? Выгорание дұрыс жұмыс уақытын нетпегендіктен, пайдаланбағандықтан. Одан кейін ұйықтамайды, одан кейін энергетиктерін ішеді, спортпен шұғылданбайды. Ауған сен түрткі болуың керек, сен соның барлығын ұйымдастырып көмектесуің керек. Яғни кішкентай балдар тәрбиелеген құсап сен де тәрбиелеуің керек қой бұлардың тәрбиесімен. Сен тек қана ойлайсың, кәсіпкерлер ойлайды, мен тек қана жұмыс жағына жауап беремін, жұмыс орнына міне дайындап қойдым болды деп. Жоқ, бүкіл өмірін біз қарауымыз керек, жан жағын қарауымыз керек, соны қамтимыз керек. Сонда ғана бұларды
жаңағы выгораниясынан. Одан кейін олар выгорание неден болады? Выгорание әртүрлі, мысалы, психоэмоциональный состояниеде үйіндегі проблемалары болады. Сол жейді, кредит жейді, не жейді, жұмыс істейді, ол тапқан ақшасы деген сол кредитке кетіп қалады, өзі ешқандай нәрсені көре алмай қалады. Одан кейін саған келіп оны айта алмайды, содан ұрлауы мүмкін. Сондықтан біз айтып отырмын ғой, жан-жақты жұмыс жасауымыз керек. Мен до того ана бір қорқыныш болады. Мысалы, бағана бір менеджер нормально сөйлескен шақырдым да, сен бір ай үздік менеджер болып істе, мынандай ала аласың, и бір айдан кейін можно сені брокер қылып отырғызып қоюға обучение қылып ше. И бұл жерде идеологиям бір ай оны жұмыс істеткізу ғой, и бір айдан кейін походу көреміз деген. Аха. И сосын бәрін естен тұр. И мынау ғой көріш, адамдар біз ипотека істеп жатырық қой. Дәулет, қайтадан сен сұрашы менен, бұл жерде қандай қателік бар деп сұрашы. Қандай қателік бар? Сен ол адамнан сұраған жоқсың, сен не қалайсың деп. Сен өзің ойың бойынша өзің ұсынып отырсың да, так, бір ай мында істе, одан кейін мында барасың, сен өзің шешім қабылдап қойдың да оның орнына. Кейбір адамдар бар, өсуін қалайтын. Кейбір адамдар өскенін қаламайды, наоборот. Олар сол стабильно бір жұмыс істей бергісі келетін адамдар болады. Оларға дым істей алмайсың. Оның мысалы күйеуі бар, ата-енесі бар, бәрі мысалы айлықтары бар, ақшалары бар, ақша тауып жатыр. Нормально, сен деген өзің ойлағанымен өзің хотелкалардың олардың хотелкалары сәйкес келмейді да. Сондықтан олардан сұрау керек, олар не қалайтынын. Осымен қатып жатыр ғой Дәкең. Дәкеңді қалай шығарып жібереміз? Нормально ма енді? Міне шығарып жібереміз дегенде қайтадан шықтың ғой. Жоқ, мен сөйлеп жатырмын ғой. Мен WhatsApp сөйлеп жатырмын, текстпен. Дұрыс, қандай отыр ғой? Бізде ипотекаға недозвон өте көп, 36%, 37%. И келем деген проценті 31%-та бірақ келмейді. Енді қара, бұл жерде тоже автоматтандыруға болады, олардың жұмысын жеңілдетуге болады, выгорание болмау үшін. Біріншіден, недозвондарға бізде робот қоямыз, робот звондайды, адам емес, робот. Әртүрлі номерлерден, анау сен номеріңді біліп алады да, телефон көтермей қояды ғой, соған алады, 10 түрлі номерден звондайды ғой, Каспий ұқсап. Одан кейін телефонды алған кезде сәлеметсіз бе, мен деген Дәулет консалтингтен хабарласып тұрмын, сіз телефонды алмайсыз, сізге жалпы мына сұрағыңыз жаңағыдай актуальны ма, актуальны емес па, керек емес па, қызық емес болса, онда сізге онда звондамаймыз. Қызық дейді. Онда қазір менеджер хабарласады дейді. Одан кейін автомат түрде CRM-ға менеджерге нетеді, звонок келеді да, анау менеджер бірден сөйлеседі, сөйтіп менеджер сосын оны жабады. Яғни бұлардың жұмысын жеңілдетуіміз керек. Оны автоматтандыру. Айтып отырмын, саған міндетті түрде қазір CRM қою керек, IP телефония қою керек. Несі, бүйтеді келем дейді, бүйтеді тұрыш. Мынандай ғой, бүйтіп сұрайды ғой менеджер, қашан келе аласың? Тұрады да клиент айтады екен, уақытым жоқ, жұмыстарым бар, болмаса болып келем мен дейді, бірақ келмейді. Офисқа келмейді да, бізге воронка тек қана офисқа қысқартып салдық қой, пока что. Енді қара, сенде екінші жағынан бұл сату жүйесі жоқ деген сөз, ол скрипт не деп айтады? Менде уақыт жоқ десе, не деп айту керек? Уақыт жоқ деп айтатын болса, білмейміз ғой. Мысалы, біздер деп айтамыз. Дәулет мырза, әрине, қазір уақытыңыз тапшы, қазір бәрімізде уақыт жетіспейді. Бірақ сіздің қойып атқан сұрағыңыз бұл жерде субсидия бойынша. Сізге ақша керек па? Әрине керек. Сізге біз көмектесе аламыз ба? Әрине көмектесе аласыз. Енді қараңыз, сол үшін біз уақыт тағайындайық. Бұл жерде уақыт барлығында 24/7 бәрімізде бірдей. Бұл уақытты біз қалай дұрыс пайдаланамыз, соған байланысты ғой. Бұл қазір сіз бізге келмесеңіз, және бұл сұрақты шешпесеңіз, ертең осы проблемамен ары қарай жүре бересіз. Солай ма? Солай дейді. Үш рет деген жауап алдық па? Енді біздер өзімізді айтамыз. Енді қараңыз, біз қарайық, сіз өзіңіз графигіңізді қараңыз. Біздің мақсат бұл жерде сатып жіберу емес, пихат ету емес. Біздің мақсат сізге көмектесу. Егер сіз санасаңыз, біз пайдалы болған жоқпыз, біз ешқандай жаңа нәрсе айтқан жоқпыз, сізге көмектеспедік не десек, онда без проблем. Ал негізі бізге келген адамдардың, мысалы, 78% субсидия алып, ары қарай кәсіптерін дамытып жатыр. Сондықтан қараңызшы, сіз бір сағат уақытыңызды бөлгеніңіз маңызды ма бұл жерде, немесе сол уақыт жоқ деп бұрынғы проблемаларыңызбен айналыса берген маңызды ма? Қараңызшы, Дәулет мырза. Қайсысы маңызды сізге? Ойланамын. Бұл жерде әрине ойлануға болады, бірақ ойланып, бұл жерде субсидияның өзінің бір мерзімі бар, сол мерзімнің ішінде беріледі.
сондықтан сіз ойланып жүрген кезде сіздің конкуренттеріңіз қазір барады да соны алып алады да өзінің дүкенін ары қарай дамытып жүреді. Сондықтан сіз ойланамын деп жүргенше сіз мүмкіншіліктің барлығы қасыңыздан вагонмен өтіп кетеді. Сондықтан қараңыз, бізде қазір 2 слот бар. Бүгін қазір қандай күн біздер? Не ма? Сүйсенбі ма? Ертең сәрсенбі күні сағат 10-да бар, және бейсенбі күні сағат 14:00-де бар. Сізге қайсысы ыңғайлы? 14:00 дей ма? Көрдіңіз ба, мен выбор без выбора жасап отырмын да, сөйтіп скриптке оны қосу керек. Ол технология. Сол скриптті CRM-ге енгізудің арқасында біз клиенттердің возражениесін отработкасын қымбат дейді, уақытым жоқ дейді, мен ойланып көрейін, әйеліммен ақылдасайын, мен басқа қалада тұрамын, тағы бірдеңе деген бүкіл возражениенің барлығына дайын отработка жасап, біздің мақсат ана менеджерлер асықпау керек. Сен менеджерлерің тек қана горячий клиенттермен жұмыс жасап жатыр да, холодныйлар көп, холодныйлармен жұмыс жасау керек. Оның психотиптері бөлек болады. Міне көріп жатсың, мен асығып жатқан жоқпын. Жақсы, асығып жатсың, давай деп салып тастап жатқан жоқпын. Мен ары қарай сөйлесіп жатырмын, айтып жатырмын, маңыздылығын түсіндіріп жатырмын. Бұл жерде ар жағында клиенттің жаңа өзінің темпі бар ғой, сол темпін түсіріп жатырмын да, асықпа Дәулет. Мына жерде осындай несі бар, шешімі осындай, мүмкіншілік бар деп мен преимуществосын көрсетіп жатырмын, выгодасын көрсетіп жатырмын, сен ұтасың деп көрсетіп жатырмын, сен ақша табасың деп көрсетіп жатырмын. Негізі бұл жерде менеджермен жұмыс жасау керек, оқыту керек оларды. Біздің қателік, ойлаймыз олар бәрін біледі деп. Негізі жоқ. Сен бизнестің иесі ретінде ең мықты продажниксің компанияның ішінде. Сол сенің ең мықты сататын нәрсеңді миыңның ішінен алып шығу керек. Бірақ сенен де мықты сататын сату мамандар бар. Біз соларды алып, солар арқылы скрипт жазып, және солардың миындағы нәрсесін алып шығып, қалған менеджерларға копи-паст қылып миларына енгізуіміз керек. Негізі жүйе деген сол ғой. Скрипт деген не? Бұл сататын ең қысқа технология. Соны аламыз да, біздер жазып шығамыз да, барлығын жаттаттырамыз, болды. Біздің мақсат сол, қиындатпаймыз. Мен айтам, Дәулет, сен көбірек ақша тапқың келе ме? Әрине көбірек тапқың. Не үшін тапқың келеді деймін? Мен Camry алғым келеді. Все, без проблем. Қара, сен Camry алу үшін ана жаңағыдай сенің KPI-ің барын есептеймін де айтам. Мысалы, саған 8 ай керек. 8 айдың ішінде сен мынандай ақшадан табуың керек. 8 айдың ішінде мынандай звонок жасауың керек, мынандай конверсия сатылымға істейсің. Орта чек мынандай. Все, болды. План бітті. Ол деген сенің ең үшін емес, өзінің Camry үшін істейтін болады да. Біздің мақсат олардың жаңағыдай мотивациясы не болады, соның мотивациясымен біздің компанияның KPI-ін бірге байланыстыруымыз керек. Сонда олар жұмыс істейді. Выгорание деген ненің көрсеткіші, бұлар қалай жете алатынын білмейді. Олар деген жол бастаған кезде шаршап кетеді, немесе күйіп кетеді, энергиясы жетпей қалады. Сол үшін жан-жақты біз жұмыс жасаймыз. Сондықтан жүйе деген бұл тек қана материал нәрсе емес, материалды емес мотивация бар. Сол жаққа біз қазір көп көңіл бөлеміз. Одан кейін жастардың мынандай таңдауы бар. Мен қазір барам. Түсінікті ғой, Дәулеттің компаниясына мен өлтіріп жұмыс жасауым керек. Басқа лохтар бар. Мысалы, онда KPI деген жоқ. 500 мың берем дейді, дым істемей жүріп 500 мың табым. Сонда ана жұмысшы ойлайды, мен бір нәрсе істеп қазір 600-700 мың тапқанша бар дым істемей, ана лохтың компаниясына барайын да, содан 500 мың табайын дейді. Солай ғой, келісесің, ондай лохтар көп екен кәсіпкерлердің арасында. Содан айтады, ойбай, жастар дым істегісі келмейді, бүйткісі келмейді, сөйткісі келмейді деп. Тура осы әңгіме кеше болды, маған айтады, бүйтеді, рокм айтады да, дәке дейді. Біз анау нені есептейміз, рентабельностьші. Вообще, отдел продажа мен қазір 15% беріп жатыр екен да ше. И мен айтам, ол көп деймін. Олар больше заработать етсін, өздеріне көп табысын. Мысалы, 5 миллион жауса, 300 мың алатын болса, ендеше 10 миллион жапсын да 600 мың алсын деп жатырмын ғой мен ше. Дәке, нормально ғой рентабельность, ар жақта кәдімгі почти 60% ол кайф қой. Мен айтам, жоқ деймін, ол жерде ше. Екінші проблема шығуы мүмкін, Дәулет, бұл жерде күйдіріп жібереміз, өзіміз қудырып жібереміз жұмысшыларымызды. Яғни оларға көп беріп жіберсең, олар қуып кетеді. Қалай қуып кетеді? Барады да ипотека алып алады, кредитке машинаны алып алады, кредитке тойып алады да, одан кейін келесі айда мен де дәл осылай 800 мың алам деп ойлайды да, келесі айда продажасы құлауы мүмкін. Сол кезде бұларда кәдімгідей выгорание болады, қуат олар кәдімгідей сол кезде. Сосын жұмыстан шығып кетеді, проблемамен отырады. Одан кім жаман, қайтан Дәулет жаман. Сондықтан біздер баланс ұстауымыз керек. Мынау нәрсе отыр, қазір мен нәрсе бүкіл жасайын бердім. Таңғы 6-та жүріңдер, тауға барайық, киноға барайық, анау просто осы бір ай бұл компания тұрақталмай жатыр ғой, біреу келеді, біреу кетеді, аз менеджер оқып, мысалы бүгін ешқашан тұрақталмайды. Біздер кәсіпкер ретінде постоянно стресс пен проблеманың арасында жүреміз. Это нормально. Сол үшін біздер соның ішінде жұмыс жасап үйренсек, ары қарай өсеміз.
Бірақ бұл стресс пен проблемадан шығу үшін біз жүйелендіруіміз керек. Сағат 8 болды, мен қазір кездесуім басталады. Так что, Даулет, рахмет саған. Қалған көрермендерге де рахмет. Сұрақтарыңыз болса, ары қарай жазып отырыңыздар. Сізге рахмет қайта, Алла разы болсын. Енді айдың соңы болып жатыр ғой, адамдарға. Айдың соңы келеді, банк жақсада бір ене береді. Осы скриптке қосамшы. Ертең айдың басыма, банкада, өшім айдың ортасы үйтіп шақырып ала беретін ше. Кеше мысалы бір апта болды, бірақ 2 адамға үй әперіп тастадық ше. Ипотека бойынша. 5 первоначалка ноза не деп ше. Анау кәдімгідей анау қуанып, не істеп, бір бәле алып келіпті ғой. Подарок сияқты. Ашпадым ше, бірдеңе келіпті, рахмет деп ше. Болмаса мен өзім ипотеканы білмеймін қатты ше. Примерно бүйтіп сырттай білесің да, тық командаға ғой. Сен болашағың зор. Саған просто нету керек, асықпау керек. Асықпау керек, білімді жетілдіру керек қой негізінде ше. Тоқтамай оқып, ананы енгізе беру керек. Мына нәрсемен келісесіз бе? Менің ойымша мына нәрсе ғой, потенциалды до конца толық ашу деген. Осы нәрсе менде мысалы, сонымен қатты ашатын болсам, мынандай нәрсе менде мынандай болып қалады екен. Мынандай позиция болады, мен барлығын білем. Деген. Ал мен потенциалды до конца ашпасам, мен ештеңе білмеймін. Жоқ, бұл жерде адамның өзінің қабілетіне және өзінің ойлауына байланысты ғой. Мысалы, адам біліп тұрса да мен ештеңе білмеймін деп